Баршаңызға сәлем бердім, құрметті көрермендерім. Бүгін біз ерекше таңғы ас дайындайтын боламыз. Бұл таңғы астың ерекшелігі өте жеңіл, жасалу жолы оңай, дәмді болып шығады. Тіл үйірер балдарыңызға, отбасыңызға ұнары сөзсіз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізге лаваш қажет болады. Менде кішкентай лаваш болғандықтан екеу алдым. Екеуін қабаттап, осылай рулет қылып ораймыз. Кейіннен барлығын осылай турап шығамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа жарып аламыз. 3 жұмыртқа қажет болады. Сүт 120 грамм қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша кішкене ғана тұзбен бұрыш қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Әркім өзінің ұнататынына байланысты. Жақсылап араластырып алып қоямыз. Қызанақ пен болгар бұрышын тура видеодағыдай турап шығамыз. Кейін 100 грамм ірімшікті осылай чоркіден өткізіп шығамыз. Кез келген сыр жарай береді. Табамыздағы майымыз қызған соң осылай лавашты бірінші саламыз. Үш-төрт минуттан кейін дайын сұйықтығымызды құямыз. Жаңағы жұмыртқа мен сүтіміз. Кейіннен бетіне бір келке етіп сырымызды жайып шығамыз. Сырды молырақ алсаңыздар болады. Менде кішкене азғантай болып қалды. Қақпағын жауып 5-6 минутқа қоямыз. Дәмі енді өте күшті, тәтті болып шығады, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, каналымдағы барлық видеоларды қарап шығыңыздар. Қазақша контенттің көтерілуіне атсалысайық. Рахмет көп.